Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі ашық сабағымызға қош келдіңіздер. Ең біріншіден сабағымызды көңіл күйден бастайық. Көңіл күйлерің қалай, балалар? Жақсы! Тамаша! Енді бір-бірімізге жылы лебіз тілейікші. Нұрислам, мен саған бақыт тілеймін. Ерғанат, мен саған жолың ашық болсын деп тілеймін. Еркінас, мен саған білімнің кілтін тілеймін. Сағыныш, мен саған инабаттылықты тілеймін. Амарат, мен саған барлық жақсылықты тілеймін. Жібек, мен саған ашық аспан тілеймін. Мерей, мен саған тек қана бақытты болуды тілеймін. Шынар, мен саған шаттық тілеймін. Айша, мен саған тек зор байлық тілеймін. Құралай, мен саған имандықты тілеймін. Арайлы, мен саған аман-жасымыздан болсын тілеймін. Әмірез, мен саған гүлдей жайнап жүруді тілеймін. Медет, мен саған биік-биік шыңдарға жете беруді тілеймін. Ислам, мен саған қажымас қайрат тілеймін. Мен сізге бақытты тілеймін. Жарайсыңдар, балалар, тамаша. Ендеше ең біріншіден 1-ден 4-ке дейін санап, топқа бөлініп алайық. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ал енді топқа бөлініп отыра қалайық, балалар. Ал ендеше балалар, серіппе доп әдісі арқылы қазір өткен тақырыптарды еске түсірейік. Бір-бірімізге сұрақтар қояйық. Айша, спорт дегеніміз не? Спорт дегеніміз адамға өте қажет. Жақсы, жарайсың. Спорт адам денсаулығына несімен қажет? Спорт адам денсаулығына өте пайдалы, себебі адам спортпен шұғылданса ауырмайды. Жақсы, тамаша. Мерей, олимпиада дегеніміз не? Олимпиада дегеніміз халықаралық деңгейде өткізілетін жарыс түрі. Тамаша, жарайсың. Шынар, етістік дегеніміз не? Етістік заттың қимылын білдіреді. Сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Мысалы, жүрді, секірді, ойнады. Жақсы, тамаша. Балалар, тақтаға назар аударыңыздаршы. Тақтада бізде кім бейнеленіп тұр? Не бейнеленіп тұр? Қалай ойлайсыңдар? Медет. Бірінші суретте Бекзат Саттархан бейнеленіп тұр. Жақсы, тамаша, дұрыс. Бірінші суретте Бекзат Саттархановтың бейнесі тұр екен. Ал екінші суретте не бейнеленіп тұр? Құралай. Екінші суретте Сидней қаласы бейнеленген. Жақсы, тамаша, отыра ғой. Үшінші суретте? Үшінші суретте Ермахан Ыбырайымов бейнеленіп тұр. Жақсы, отыра ғой. Ал төртінші суретте ше, балалар? Төртінші суретте не бейнеленіп тұр? Сағыныш. Олимпиаданың белгісі бейнеленіп тұр. Дұрыс, олимпиаданың белгісі бейнеленіп тұр. Ендеше балалар, қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай? Айша? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сидней олимпиада чемпиондары. Сидней олимпиадасының чемпиондары. Тамаша, отыра ғой. Демек, біз дәптерге бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып қояйық. Сидней олимпиадасының чемпиондары. Ал келесі тақтада дүниежүзі картасы бейнеленіп тұр. Осы картадан маған Сидней қаласын кім көрсетеді? Сағыныш, келе ғой. Бұл Австралия мемлекетінің жанында орналасқан Сидней қаласы. Жанында ма? Австралия мемлекетінің ішінде? Қай қала орналасқан? Сидней қаласы орналасқан. Қай мұхит? Австралия мемлекеті қай мұхиттардың ортасында тұр екен? Қараңыздар. Тынық мұхиты мен Үнді мұхитының ортасында орналасқан. Жақсы, жарайсыз, отыра ғой. Балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы Сидней олимпиадасының чемпиондары. Оқу мақсаты: тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау.
жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жазу. Сабағымыздың бағалау критерийлерімен таныс болайық. Бірінші, мәтін мазмұнын түсінеді, детальді ақпаратты анықтайды. Екінші, жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жаза алады. Мәтіндегі ақпаратты шығармашылық жұмыста қолдана алады. Балалар, бірінші біздің жұмысымыз жұптық жұмыс орындаймыз, жұптық жұмысты қалай орындау керек екенін білеміз ғой? Білеміз. Бірінші тапсырмамыз, қазір біз балалар мәтін тыңдаймыз. Мәтіннен детальді ақпаратты табамыз. Демек, бұл тапсырманың дискрипторы мәтіннен детальді ақпаратты табу. Бірінші мәтінді 20 жыл күткен жеңіс. Сезетін шашалығы шаттықтан тербеліп тұр. Жер түбінен барған ат төбеліндей қазақ жанкелері көк байрақты арнасыз желбейді. Жұмыр жердің назары бізге, тек бізге ғана алған. Санып жанардан мұндай жауынгер халық қайғасына қайда болды деген таңданыс ұшқанын аңғарғандаймыз. Қазақ деген біз боламыз, дейміз көк байрақты кере түсіп. Азияның ұлы даласын еркін жайлаған ұлы бабалардың ұрпағымыз деген мақтаныш сезімі көкіректі кернеп, тұла бойды туылдатып әкетіп барады. Төрткүл дүние қазақтың жеңісіне қосылып тұр. Әне, алтын асықтай бекзат тұғыр төріне тамам тіреді. Көз шарасына ыстық жас үйірілді. Тұла бойым алабөтен шым-шым етті. Сонау бозбала шақтан асыға үзуге күткен жеңіс. Жеткеніміз рас па, әлде түсінбе? Көзді ашып жұмып рингке қарады. Мұқым дүниенің көз құрты бекзат бауырымыз. Аумағы ат шаптырып спорт сарайының төріне ілінген электронды табуындағы Қазақстан деген жазу күн шұғыласындай нұрлана жатқандай. Қарсы алдымдағы теледидар көк байрақты желбірге жабылған бекзаттың жүзін ап-айқын көрсетті. Самайындағы моншақ тер жақұттай мөлдірейді. Осы мезет бекзат қос білегін көкке біледі. Төрткүл дүние қазақ ұлына сүйсініп ду ете қалды. Сүт пісірім уақыттан кейін шашалаға Ермахан Ыбырайымов шықты. Туысынан оңға Ермахан солақай тұрып ұрысқанда айызын қанады. 1999 жылғы әлем чемпионы Семен қазақ батырымен арыстан шайқасты. Бірақ шәулі қарандай әбден бабына келген Ыбырайымов бет қаратқан жоқ. Сөйтіп, айналасы жарты сағатта 20 жыл жеткізбеген алтынның егеуін бірдей қанжығаға байладық. Ақ түйенің қаны жарылды деген осы шығар. Қазақтың спорт тарихы небәрі жарты сағатта алтынмен апталып, күміспен күптеліп, бүйірі толып, жайдап шыға келді. Жақсы балалар, мәтінді түсіндік пе? Енді жүктен жұмыс жүргіземіз. Осы мәтіннен детальді ақпаратты табамыз. Детальді ақпарат бізде қандай ақпарат еді? Детальді ақпарат сандармен берілген және де жалпы есімдермен берілген ақпарат. Жақсы отырамын. Осы мәтін бойынша жұмыс жүргіземіз. Ал уақыт кетті балалар. 1 минут уақыт беріледі. 1 минуттан кейін уақыт аяқталғанда мен қоңырауды соғамын. Детальді ақпаратты таптық па? Шынармен сағыныштың жұбынан бастайық. Қазақ деген біз боламыз, дейміз көк байрақты кере түсіріп.
1999 жылғы әлем чемпионы Семен қазақ батыры мен Арыстанша айқасты. Жақсы, тамаша отыра қойыңдар. Мереймен ерткен астың құттықтайық. Алтын асықтай бекзат тұғыр төріне табан тіреді. Алмаға ат шаптырым спорт сарайының төріне ілінген электронды таблодағы Қазақстан деген жазу күн шұғыласындай нұрлана жарқырайды. Тамаша, келесі қайшылықты Анура мен Турисламның жұмысындай. Сырық уақыттан кейін шашаланға Ермахан Ыбырайымов шықты. Алмаға ат шаптырым спорт сарайында төрінде ілінген электронды таблода Қазақстан деген жазу күн шұғыласындай нұрлана жарқырайды. Бұл жолды бағана бізге Мерей оқып кеткен болатын. Ал енді бір-бірімізді бағалайық. Бірінші жол. Шынар мен Сағыныштың жұпын бағалайықшы бала. Бағдаршам айтысын қолданамыз, бағдаршамдарымызды көтеріңіздер. Ал Құралай неліктен осылай баға қойдың? Сағыныш пен Шынарға жасыл деген баға беремін. Өте жоғары. Олар детальді ақпаратты тапты және де олар екі жұппен орындады. Жұппен жұмыс орындады. Тамаша. Келесі жұпымыз Мереймен ерткен асты. Кім бағалайды? Мереймен ерткен асыға мен жарайсын деген баға берем. Өйткені олар детальді ақпаратты жақсы тапты және бірге жұмыс жасады. Тамаша, отыра қой. Келесі жұп бізде Анура мен Нұрислам бағалаймыз. Аға, сар. Мен Анура мен Нұрисламға сары деген баға беремін. Себебі Сары түсті баға бересіз. Неліктен? Себебі олар Мерейдің жазғанын қайталады. Мерейдің жазғанын қайталады, иә? Демек, Мерей оқыған уақытта мүмкін олар басқа детальді ақпаратты тапса да олардың еді. Жақсы балалар. Енді осы мәтіннен не түсінді? Мәтін не туралы? Кім туралы екен? Анура. Мәтін Олимпиада чемпиондары туралы. Жақсы, тағы не білді? Мәтінде 20 жыл күткен жеңіс Туралы айтылған, иә? Жақсы, Нұрислам. Аға. Бұл мәтінде қазақтың тұңғыш Олимпиада чемпиондары туралы айтылған. Дұрыс, тағы. Сағыныш. Бұл мәтінде Бекзат Садырханов пен Ермахан Ыбырайымов туралы айтылған. Тағы. Мәтінде тағы не туралы айтылған? Бұл мәтінде Бекзат Садырханов осы жеңісі 20 жыл күткен екен. Сол кезде осы жеңіс алғаннан кейін көзіне жас үйірілген екен. Жақсы, тамаша. Тағы мәтінен не білді? Мәтінде Ермахан Ыбырайымов пен Бекзат Садырханов екі бірдей алтынды қанжығасына байлаған туралы айтылған. Жақсы, дұрыс. Ермахан атамыз бен Бекзат атамыз екеуі де алтынды қазақ елінің қоржынына алып келді. Бұл тамаша жетістік, иә балалар? Мәтін неге 20 жыл күткен жеңіс деп аталды? Қалай ойлайсыздар балалар? Анура. Өйткені қазақ елі осы жеңісті 20 жыл күткен екен. Біздің қазақ батырларын қолдап, ал біздің қазақ батырларымыз олардың намысын қолдан бермеген екен. Спортшыларымыз дұрыс. Ақ түйенің қарны жарылды дегенді қалай түсінеміз балалар? Қалай? Қалай түсінеміз? Дұрыс. Өте қуанышты сезім. Кім қуанды? Бекзат Садырханов және Қазақ елі қуанды. Қазақ елі кімдер үшін қуанды? Бекзат Садырханов пен Ермахан Ыбырайымовтың жеңістері үшін қуанды. Жақсы, алтынмен апталып, күміспен күптеліп дегенді қалай түсінеміз балалар? Біздің қазақ батырларымыз алтынды да күмісті де қоржынына салып алды. Чемпиондарымыз жеңіп, өз жеңістерін көрсете білді. Тамаша отыра ғой. Енді жаңа сөздермен таныс болайық балалар. Осы мәтінде бізге жаңа сөздер берілген. Ат төбеліндей қандай мағынаны білдіреді? Ат төбелінде азғантай деген мағынаны білдіреді. Тамаша отыра ғой. Төрткүл дүние. Бүкіл әлем деген мағынаны білдіреді. Мұқым дүние. Мұқым дүние күллі әлемді білдіреді. Жақұт. Жақұт сөзінің мағынасы. Мерей. Жақұт сөзінің мағынасы түрлі түсті деген мағынаны білдіреді. Шәуілі қандай? Шәуілі қандай? Қайраты деген мағынаны білдіреді. Сүт пісіріп уақыт. Шынар. 15 минут уақыт шамасы деген мағынаны білдіреді. Тамаша балалар, ендеше бұл тапсырманы сіздер өте жақсы орындадыңыздар.
Құрметті оқушылар, келесі біздің орындайтын жұмысымыз топтық жұмыс. Сабақтың басында біз топқа бөлінген болатынбыз. Бірінші топ мәтіндегі етістіктерді салт және сабақты етістікке бөліп жазасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы. Мәтіндегі етістіктерді салт және сабақты етістікке бөледі. Екінші топ чемпион қандай болуы тиіс деген сұраққа кластер әдісін қолдана отырып жауап жазасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы. Чемпионның қандай болу керектігін нақты жазады. Үшінші топ мәтіндегі етістіктерге өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етіс жұрнақтарын жалғап, жаңа сөйлем құрастырасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы. Мәтіндегі етістіктерден өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етіс жасайды, сөйлем құрастырады, сөйлем құрылымын сақтайды. Төртінші топ мәтіннің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, құттықтау жазу. Бұл тапсырманың дескрипторы. Құттықтау хат жазады, құрылымы мен стилін сақтайды. Әр топ бағдаршам әдісі арқылы бірін-бірі бағалайды. Ал кеттік балалар, тапсырманы орындауға кірісейік. Әр топтың жұмысын қазір тыңдаймыз. Сөз кезегі сіздерге. Нұсқаулық. Мәтіндегі етістіктерді салт және сабақты етістікке бөліп жазыңдар. Салт етістіктер еңбекке қарады, жеңіске оралды, қолына сүйсінді, алаңға шықты, батырмен айқасты, жас үйренді. Тамаша, отыра қоймайды. Сабақты етістік. Көк байрақты көтереді, жеңісті тойлады, өнерін көрсетті. Жақсы, тамаша, отыра қой. Салт етістік өзінің алдында тапсыздық сөзіндегі қажет етпейтін етістік. Сабақты етістік. Табыс еттігіндегі сөзді ғана қажет ететін етістіктен бір түрі. Жақсы. Бірінші топқа сұрақтарыңыз бар ма, балалар? Мерей. Бірінші топқа сұрағым табыс еттігінің жалғауларын атап беріңдерші. Нұрислам. Н, Т, Т, Д, Д. Ненің жалғаулар етеді? Табыс еттігінің жалғаулары. Табыс еттігінің жалғаулары. Тамаша, отыра қой. Бірінші топты бағалайық, балалар. Құралайық. Мен бірінші топқа өте жоғары деген баға беремін. Олар мәтіннен салт және сабақты етістіктерді таба білді және де бірлесіп орындады. Жақсы, жұмысты бірлесіп орындады. Тамаша. Екінші топ. Сіздердің тапсырмаларыңыз чемпион қандай болуы тиіс деген сұраққа кластер әдісін қолдана отырып жауап беру керек. Чемпион абыршыл және сабырлы болу керек. Чемпион сабырлы, қайратты болу керек. Чемпион жігерлі болу керек. Чемпион қайсарлы болу керек. Жақсы. Тағы да толықтыратындарың бар ма? Чемпион арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты болу керек. Тамаша. Чемпион еңбекқор болу керек. Жақсы. Чемпион батыл болу керек. Батыл болу керек. Чемпион ержүрек болу керек. Ержүрек. Чемпион ақылды болу керек. Ақылды болу керек. Тамаша. Екінші топқа сұрақтарыңыз бар ма? Медет. Сендердің сүйікті спортшыларың кім? Менің сүйікті спортшым Илья Ильин. Менің сүйікті спортшым Қанат Ислам. Менің сүйікті спортшым Геннадий Головкин. Менің сүйікті спортшым Бақтияр Артаев. Жақсы, тамаша, отыра қойыңдар, балалар. Екінші топты, үшінші топ бағалайды. Мерей. Мен екінші топта орташа деп бағалаймын. Себебі олар тағы да сын есімдерді қосу керек еді, және де патриоттық сезіммен оқу керек еді.
Жақсы. Көтеріңкі дауыспен оқу керек. Тамаша. Үшінші топтың жұмысын көрейік. Нұсқаулық. Әлемдегі жетістіктерге өздік етіп, өзгелік етіп, ырымсыз етіп, ортаңыз жинақтарын жалғап, жаңа сөйлем құрыңыздар. Өздік етіс дегеніміз қимылды орындаушының өзі орындайды. Өздік етістің жұрнақтары ан, әнні, ал біздің құрған сөйлеміміз Ермахан Ибраимов тез киінді. Бұл сөйлемде өздік етіс киінді. Жақсы. Дегеніміз өзге орындаушының көмектесеміз. Өзге орындаушының іс-әрекеті. Өзгелік етістің жұрнақтары дір, тыр, ғыз, қыз, тыр. Біздің құрған сөйлеміміз қазақ тілі сабағында мұғалім қазақ елінің чемпиондары тақырыбында эссе жазғызды. Бұл сөйлемде өзгелік етіс жазғызды. Тамаша. Ырымсыз етіс қимылдың орындаушының өзі айтылмай іс-әрекеттің жасалғаны көрінеді. Оның жинақтары ыл, н, н. Біздің құрған сөйлеміміз көзінен ысты жас үйірілді. Бұл сөйлемде ырымсыз етіс үйірілді. Жақсы. Ортақ етіс дегеніміз қимылды орындаушының біреумен бірлесіп немесе ортақтасып істейді. Ортақ етістің жұрнақтары іс, ал біздің құраған сөйлеміміз қазақтың белгілі спортшылары туралы әңгімелесті. Бұл сөйлемде ортақ етіс әңгімелесті. Жақсы. Үшінші топты бағалайық. Төртінші топ Сағыныш. Мен үшінші топқа орта деген баға беремін. Себебі олар мәтіндегі етістіктерге өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етіс жұрнақтарын жалғап, жаңа сөйлем құрастырды. Бірақ та еркелас ережені айтып жатқан кезде шатасып қалды. Жақсы. Отыра ғой, тамаша. Төртінші топтың жұмысын тыңдайық. Мәтіннің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, құттықтау жазу. Құрметті қазақ елінің чемпиондары, сіздерді жеңістеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер Сидней қаласындағы өткен Олимпиадада өздеріңізді көрсете білдіңіздер. Қазақ елінің көк туы желбіреді. Сіздерге зор денсаулық, шыдамдылық және толағай табыс тілейміз. Біз сіздерді мақтан тұтамыз. Тілек білдіруші 6-шы сынып оқушылары Шынар, Сағыныш, Томирис. Тамаша, жарайсыздар балалар. Төртінші топты бірінші топ бағалайды. Мен төртінші топқа жоғары баға беремін. Себебі олар құттықтауды жазды және құттықтаудың құрылымын сақтады. Дауысындағы өте жақсы шықты. Әсіресе Шынардың дауысы өте жарқын шықты. Жақсы, тамаша. Рахмет балалар, отырыңыздар. Біз топтық жұмысты жақсы орындадық, біраз кемшіліктер болды. Сол кемшіліктерді келесі сабақта жоямыз деген ойдамыз. Балалар, келесі тапсырмамыз жеке жұмыс. Бекзат Саттарханов туралы деректермен танысып, алдарыңызда деректерді мен қойдым. Осы чемпионымыздың өмірбаянын жазу керек. Бұл тапсырманың дискрипторы өмірбаян құрылымы мен стилін сақталу керек. Ал уақыт кетті. Жұмысты бастадық. Ал уақыт аяқталды балалар. Кім оқиды екен? Ал Ануара бастай ғой. Туған жері Бекзат Саттарханов Түркістан қаласында дүниеге келген. Тұлғалық даралығы 2000 жылы Сидней Олимпиадасына қатысып, барыс орденімен марапатталды. Сиднейда әлем чемпионы атанды. Өмір жолы Бекзат Саттарханов 1996-1996 жылдары Абай атындағы интернатта оқиды. Кейін оны 18-ші Жұмабек Еділбаев атындағы орта мектепте оқиды. Тамаша, жақсы, жарайсың. Ануараны бағалаймыз. Ирин, отыра. Ануара өмірбаян құрылымын сақтады және де сіз берген
сіз берген ақпаратты пайдаланып, өмірбаян құрылымыз сақтап жазды. Жақсы, отыра қой Мерей. Тағы кім оқиды? Нұрислам. Туылған жері Қоңырат тайпасынан Божбан руының шыққан. 1980 жылы 4 сәуірде Түркістан қаласында дүниеге келген. Тұлға дарасы. Тұлғалық қасиеті. Тұлғалық 2000 жылы Сидней олимпиадасына қатысқан. Өмір жолы. Бекзат Сатарханов 1986 және 1996 жылдар аралығында Абай атындағы мектеп-интернатында, кейін Жұмабек Еділбаев атындағы номер 8-ші орта мектебінде оқыды. Бағалаймыз. Айша. Нұрислам өзінің деректерін өте жақсы жазған, бірақ дұрыс емес, көптеген қателермен оқыды. Қате оққан жерлері кездесті. Келесі оқитын Арайлым. Қате. Бекзат Сейілханұлы Сатарханов 4 сәуір 1900 жылы Түркістан облысы дүниеге келген. 31 желтоқсан 2000 жылы Шымкент қаласында автокөлік маңайында қайтыс болды. Тұлғалық даралығы Сидней олимпиадасына қатысып чемпион болды. Өмір жолы Абай атындағы мектеп-интернатынан кейін Жұмабек Еділбаев атындағы номер 18-ші орта мектебінде оқыды. Жақсы. Бағалаймыз Арайды. Мерей. Мен Арайды орта бағамен бағалаймын. Себебі Арай кішкене асығып оқыды, және де көтеріңкі дауыспен оқу керек еді. Мәнерлеп көтеріңкі дауыспен оқу керек. Жарайсыңдар. Құрметті балалар, сабақ соңына да жетті. Осы сабақтан қандай әсер алдыңыздар? Қандай ой пайда болды? Не сезіндіңіздер? Осы сұрақтарға жауап берейікші. Жауабымызды алдарыңызда таратылған қағаздарға жауап берулеріңізді өтінемін. Жазамыз. Нұрислам, сізден бастайық. Қандай ой пайда болды? Не сезімде болды? Мен осы мектептің бокс үйірмесіне қатысамын. Мен де біздің чемпиондарымыз секілді олимпиадаға қатысып, жүлделі орын алғым келеді. Және қазақ елінің туын көтергім келеді. Не сезіндім? Менің сабақтан кейінгі әсерім бақыт және мақтаныш. Тамаша, жақсы. Мақсатымызға жетіңіз. Анора. Қандай ой пайда болды? 2020 жылы жазда Токио қаласында өтетін жазғы олимпиадада қазақ спортшылары қатысып, жүлделі орын алатынына сенемін. Не сезіндім? Менің сабақтан кейінгі әсерім бақыт. Себебі осындай чемпиондарымыз қазағымыздың мәртебесін көтерді. Мен де өскенде өз еліме үлесімді қосқым келеді. Тамаша, жарайсың. Айша. Қандай ой пайда болды? Біздің қазақ чемпиондарымыз Сидней олимпиадасына барып, қазақ елінің туын желбіретті. Не сезіндім? Мен қуаныш, мақтаныш сезіндім. Тамаша, Медет. Қандай ой пайда болды? Біздің қазақ спортшыларымыз Сидней олимпиадасынан өздерін көрсете білді. Қазақтың туын желбіретті. Не сезіндім? Менің тұла бойым мақтаныш сезімде болды. Тамаша, керемет. Арайлым. Қандай ой пайда болды? Бойымда қазақ азаматтарымен тамсану, мақтан тұту ой кернеді. Не сезіндім? Осы чемпиондарға қарап, мен де биік белестен көргім келетінін сезіндім. Тамаша. Мерей. Қандай ой пайда болды? Әр қазақтың жігіті осы чемпиондар секілді батыр, қайсар болуы қажет. Не сезіндім? Менің тұла бойым тек мақтаныш сезімде болды. Тамаша. Еркеназ. Қандай ой пайда болды? 2020 жылы Токиода өтетін жазғы олимпиадада қазақ қоржынына алтын медальдар түсетініне сенімдімін. Және де қазақ спортшыларына сәттілік тілеймін. Не сезіндім? Мен осы жеңісті естігенде өте қуанышты сезімде болдым. Тамаша, жарайсың. Шынар.
жетістігімді көрсеткім келеді. Не сезіндім? Мен мақтаныш сезімде болдым. Тамаша. Сағыныш. Менде қандай ой пайда болды? Сидней олимпиадасына қатысқан спортшылар қазақтың көк туын желбіретті. Не сезіндім? Мен ерекше сезімде болдым. Қазақ елінің атақты спортшылары жасай берсін. Мен болашақта қазақ еліне өз үлесімді қосқым келеді. Тамаша, жарайсың. Томирис. Қандай ой пайда болды? Мен болашақта қазақ елінің медальдарын көбейте бергім келеді. Не сезіндім? Мен қайсарлықты, намысшылдықты болуды сезіндім. Қайсарлықты, намысшылдықты сезіндің, я? Жарайсың. Ерқанат. Қандай ой пайда болды? Мен өскенде спортшы болам деген ой пайда болды. Не сезімде? Мен керемет әсер алдым. Тамаша. Сен керемет әсер алыпсың. Құралай. Қандай ой пайда болды? Мен волейбол үйірмесіне қатысып, жарыс болған кезде бірінші орын алғым келеді. Не сезіндім? Мен өте тамаша сезіндім. Осындай мықты чемпиондар елімізде көбейе берсін. Мен болашақта чемпион болғым келеді. Жарайсың, ниетіңе жет. Жібек. Қандай ой пайда болды? Сидней олимпиадасында атақты спортшылар біздің көк туымызды желбіретті. Не сезіндім? Мен қуанышты сезімде болдым. Тамаша, отыралық. Ислам. Қандай ой пайда болды? Спортшылардан көп үлгі алуға болады. Не сезіндім? Мақтаныш сезімде болдым. Тамаша, отыра ғой. Құрметті оқушылар, сабақ аяғына жетті. Бағдаршам әдісі арқылы әркім өзін-өзі бағаласын. Ал бағалайықшы, бағдаршамдарыңызды көтеріңіздер. Нұрислам, сізден бастайық. Мен өзіме жақсы деген баға қоямын. Себебі мен осы сабаққа белсенді қатыстым. Сабақ маған өте ұнады. Сізге көп рахмет. Жақсы, жарайсың, Анора. Мен өзіме жоғары баға қоямын. Себебі мен сабақты белсенді болдым. Сізге өте көп рахмет айтамын. Бұл сабақ мен үшін өте құнды болды. Тамаша, Айша. Мен өзіме жоғары баға беремін, себебі бүгінгі сабаққа барлық деңгейіне қатыстым. Жақсы, кезеңіне. Мен өзіме орта баға беремін, себебі мен сабақтың екі кезеңіне қатыстым. Тағы да мәліметтер білгім келеді. Сабақ қызық болды. Жақсы, тамаша. Арайлым. Мен өзіме орта баға беремін. Себебі мен сабақта топты жұмыста қателестім. Мен болашақта ережелерді қайталаймын деп өзіме сенімдім. Жақсы. Мен өзіме өте жоғары деген баға беремін. Себебі мен бүгінгі сабақта белсенді болдым және де өзіме тиісті бағаны алдым. Және де бүгінгі сабақ маған қатты қызықты болды. Жақсы, Еркеназ. Мен өзіме орта деген баға беремін, себебі мен топтық жұмыста аздап қателестім. Ережелерді болашақта қайталайсың, Шынар. Мен өзіме жоғары деген баға беремін, себебі сабақта белсенді болдым. Сабақта көп пайдалы мәліметтер алдым, көп жұмыс жасадым. Өзіме тиісті баға алдым, маған бәрі түсінікті болды. Жақсы, Сағыныш. Мен өзіме жоғары баға беремін, себебі маған сабақ қызықты болды. Мен белсенді болдым, өзіме тиісті бағаны алып иелендім. Және де Динар Болатбековна, сізге де рахмет, көп ризашылығымды айтамын, себебі сізде сабақты жақсы өткіздіңіз. Рахмет, Сағыныш, сағанда. Томирис. Мен өзіме орта баға беремін, себебі мен өзім бүгін сабақтың екі кезеңіне ғана қатыстым. Мен болашақта өзімді қайталау жұмыстарын жүргіземін. Жақсы, Құралай. Мен өзіме орта деген баға беремін. Мен алдағы уақытта қосымша мәліметтерді оқып, өз қателігімді жойғым келеді. Тамаша. Ерқанат. Мен өзіме жақсы деген баға беремін, сабақ маған түсінікті болды. Жақсы. Жібек. Мен өзіме орта баға беремін, себебі мен белсенділігім төмен болды. Жақсы. Мен өзіме орта баға қоямын, себебі белсенділігім төмен болды. Алдағы уақытта қайталаймыз ба? Қайталаймыз. Жақсы, отыра ғой. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Анора, Мири, Сағыныш, Нұрислам, Арайлым, Шынар өте белсенді болды. Алдағы уақытта да жіберілген қателіктерді түзетеміз деген ойдамыз. Сіздерге сәттілік, балалар. Ел есімі ел есімде деп бекер айтпайды. Бекзат ағамыз
Ермахан ағамыз сынды чемпиондарымызды біз еш уақытта естен шығармауымыз керек. Қазақстанның көк туы желбірей берсін.